Mevlüt Hanım halkının, ayellerinin, yer adamlarının kıl kеңеш berетін республикамыз шетелге танымал ханым, қаһарман ханым деп айтсақ та болады. Патриот қыз, иә. Өмірі елден ешқандай жақсылығын аяған емес. Бәріне қол ұшын береді. Мен бір случайно осылай апаңызға арнап концерт беріп жатырмыз деп айтып қалдым. Мевлüт хан қолын қуанып, онда барайын, мен марапаттайын онда деп жаңағы апамды өзінің арнаулы жекеменшік журналы ғой, орденде жекеменшігі, жаңағы кітабы да жекеменшігі, ертең мынандай энциклопедияға шығарсыз, тарих алатын болады. Бәсе ойлап жүрмін, мен бір бақытсыз жүрем осы мен. Көрсетіп жүрген осы Мевлüт ханым. Сізге соны арнап тұрып, бұл Кубайны кешенің арғыны бір-ақ күнде айтып, бір-ақ күнде дайындап қойды. Соған сәйкес сіздің өмір баяныңыз туралы роликті дайындаған Нәзиде Кемелқызы ханым, оны отырып қойшы мені. Оның алдында мен Мевлüт ханымға сөз берген отырмын. Қошеметтеп, Мевлüт ханым жасай берді. Біз болсам түкпір-түкпіріне осындай апаларды өзі іздеп барады ғой, аяғымен іздеп барады. Бұған жол күресе төлемейді, біреу бір тиын да бермейді, өзінің қалтасынан шығарып, батасын алып жүрген қыз. Осы уақытқа шейін бір адам іздемеген ме? Батаннан басқа 88-ге келгенде енді мені аспанға шығарып жатыр. Сен өзіңіз айтыңыз ғой, бақ қысып жатыр деп. Біраздан бері қысып жүрген, міне бақ қысып болып Апатайлар, енді сіздер әрқашанда жассыздар. Сіздер жас болып біздің алдымызда жарқырап жүре беріңіздерші. Сіздер жүрсеңіздер, сіздердің баталарыңызбен көгеріп, біз де жас болып жүреміз, бала болып жүреміз, жүгіріп жүреміз. Сондықтан да мен осы аналардың әлеуметтік желіде көрген кезде сіздер жарқырап жайнап жүрсеңіздер, қуанып отырамын да. Өйткені мен әженің қызымын. Әже тәрбиелеген, әже емізген, әженің ақ сүтімен өскен қызбын. Бүкіл бойымда бір іліп алатын бір жақсы нәрселер болатын болса, соның барлығы әженің ақ сүтінен. Енді әжемен де өмірден өтіп кетті ғой. Әжесіне бір қол соғып қояйықшы. Қазіргі менің анам болып жүрген, анадан да жоғары жанашырым болып жүрген Ботан апайым, оны біз талқыламаймыз. Мевлютжан осындай дейді, өте бұл кісі зиялы ғой. Мевлютжан деп жай айтады, болды, апатайым білді. Осылай, болды. Сондықтан да мен сізге айтып отырмын да, Айымтұры апатайымыз. Сіз адамына жолықтыңыз. Адамына жолыққан соң, міне жақсы адамдардың бәрі сіздің жаныңыздан табылып отыр. Алла тағала кездестірді ғой. Солай. Сондықтан да біз тек өзіміздің адамдарымызға жолығып отырайықшы. Тек жақсы адамдар жолығып отыршы. Бір жақсы адам жолықса, жан-жағымыздың бәрі сәулеленіп, нұрланып, тірліктің бәрі шешіліп кетеді. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Ботан апай, рахмет сізге. Шығармашылық табыс тілеймін. Осылай жадырап, жайнап төрде отыра беріңіздер. Әдем болып, бір ән, бір сән болып отырыңыздаршы. Өйткені біздің мемлекетіміздің, еліміздің өркениеті, жағдайы сіздерден көрінеді. Сіздер өстіп жүрсеңіздер, демек бізде Аллаға шүкір, жағдайымыз жақсы екен ғой, тәуекел етеміз. Аман болыңыздар. Аналарымыз жасай берсін.